Сәлем, сені бүгінгі сабақта көргеніме қуаныштымын. Осы қадамды бастап, алтынға саласына қызығып келген сен молодец. Алғашқы қадамдардан өттің деп өзіңді құттықтап қойсаң болады. Алтын саласы деген өте керемет салалардың бір түрі. Алтын көп уақытты, болмаса физикалық тұрғыда көп күш қуатты талап етпейді. Алтынның не екенін жалпы сен өзің білесің ба? Білмесең, мен саған қазір айта кетейін. Алтын табиғатта сары түсте кездеседі. Сары түсті алтынды неше түрлі қоспалар қосу арқылы оның түсін өзгертуге болады. Ақ қылады, қызыл, жасыл, көк, қара алтындар неше түрлі түстерге енгізеді. Оған да арнайы бір қоспалар қосылады. Ал енді алтын туралы айтатын болсам, алтын ол 1 грамм алтынды жіп қылып созып 2 километрге дейін жеткізуге болады. Қандай тамаша, я? Алтынның неше түрлісін. Алтын деген өзі бір құнды дүние ғой. Алтын бриллиант сатып табыс табу деген ол өте керемет табыстардың бірі болып есептеледі. Алтын көп физикалық күшті талап етпейді деп айттым. Соған қоса алтын ескірмейді, бұзылмайды. Егер қатты ақшадан қиналып бара жатқан жағдайда ломбардқа өткізіп, болмаса сатып жіберуіңе де болады да. Ол енді өзіңнің қалауың. Мысалы, мен өзім алтын саласына қалай келдім? Мен алтын саласына қалай келдім? Бұл алтында маған ұнағаны, сен бала шағамен болсаң, қой декретте отырған ана болсаң да, ойнап жүріп, күліп ойнап жүріп сата беруіңе болады. Сонысы маған ұнады, және көп орын алмайды, остаток товар деп уайымдамайсың. Сезон таңламайды, алып кете береді. Мысалы, алдымызда мейрамдарда мысалы көп келе жатыр да. Қаншама мейрамдар бар, той жиындар бар, туған күндер бар. Ағайын туыстарыңнан бастап, өзің WhatsApp группаңды ашып қойып, сол жерге ағайын туыстарың барлығын жинап, және WhatsApp ссылкаңды статусқа қою арқылы өзіңнің WhatsApp группаңды таратып, сол жерге алтын бриллианттарды салып сатсаң да, сен үйде отырып әжептәуір ақша табуыңа болады. Ол деген өте күшті мүмкіндіктердің бірі деп ойлаймын. Мен өзімде алтын саласын осылай бастағам. Ал енді алтынның құрылымын, процентовкасын, граммдарын сол жайлы айтып өтейін. Алтын ол қалай түсіндірсем болады? Таза алтындар 24 карат болады. 24 караттық алтынмен бұйымдар жасалмайды. Цепочка, сырға, браслет деген дүниелер жасалмайды. Өйткені ол өте жұмсақ, созылғыш. Мысалы, біздің өзіміздің қолымызда қамыр бар ғой, күнделікті тамақ жасап жүргенде, тура сол қамыр сияқты болады. Созылғыш, майысқыш, жұмсақ, жайылғыш, тура сондай болады алтын. 24 караттығы. Ал біздің өзіміздің бұйымдарға қолданып жүрген алтындарымыз, олар 18 караттық, 14 караттық, 10 караттық болып бөлінеді. Карат дегеніміз не? Осы жерден айта кетейін қазір. Карат дегеніміз, мысалы, біз проба дейміз ғой, 585 проба, 583 проба дейміз. Тура сол сияқты Турция, Стамбул елдерінде олар карат деп айтады. 585-ті олар карат деп айтады. Ал біз 585 проба десек, олар карат дейді. Сол разницасы сонда. Ол да түсінікті болған шығар деп ойлаймын сіздерге. Және де 585 дегеніміз, ол 58-де 5% алтыны бар құрамында, ал қалғандары қоспа. 18% де тура сондай, 75% де тура сондай, 750 пробада 75% құрамында алтыны бар, қалғандары қосымша қоспа болып есептеледі. Тура сол сияқты алтынның түрлерінде ажыратып көрдің, білдің деп ойлаймын. Және де тағы айта кететін нәрсем, алтында, мысалы, граммында сен 30 мыңнан ал граммында, 35 мыңнан ал граммында, сен оның үстіне 1000 теңге, 2000 теңге қосып, өзің оптовый точка болып сатуыңа болады. Бриллиантта да тура сондай. Бриллиантта да өте ұтылмайсың. Ол бриллиант өте тамаша кәсіптің түрі. Бриллианттың таңдауын, талғауын, қазіргі сұранысқа ие түрлерін біліп, сол арқылы таза көңіліңді сол бриллиантқа бөлетін болсаң, бриллианттың өзінен, мысалы,
50 мың, 60 мыңға дейін ақша көріп, бір күндегі сенің табысың. Бір күнде сен бір бриллиант сатсаң, уже сенің қалтаңда 50-60 мың теңге ақша бар деген сөз. Қандай күшті, иә? Осы сабақты көріп отырған, сен бүгінге алтын тақырыбына қатысты өзіңнің бір қадам алдыға жылжып, өзің ниетіңді түзеп, алға қойған арман мақсаттарыңа жету жолында қаншама күшті білімдер алатын боласың. Менің парақшамнан алыстамай, күнделікті көріп, қарап отырсаң, мен сені алтын туралы көптеген қызықты ақпараттармен таныстыратын боламын. Және де менің ақылы курсымды алу арқылы сен алтын бриллиантпен, этикеткасымен, пробалармен толықтай танысып, өзіңнің алтынға деген сеніміңді, біліміңді арттыратын боласың. Және любой жерде, мысалы көшеде кетіп бара жатқан кезде сенен сұрайды ғой, мысалда, мынау алтын қандай, мынау алтын қандай, этикеткаларына қарап, соны да қиналмай ажыратып бере алатын боласың. Менің осы шағын ғана курсымның бағасы 29.990 теңге. Оның ішіне қандай дүниелер кіреді десеңіз, оның ішінде менімен кері байланыс, 1 айлық кері байланыс кіреді. Және алтынды сіз құрылымын, шығу тарихын, қай елден қандай алтындар шығады, және оның заводтарының аттарын, алтындардың түрлерін толықтай танысатын боласыз. Және Инстаграм арқылы живая аудитория жинап, сіз күнделікті Инстаграмға 3-4 сағат уақытыңызды бөлу арқылы сіз тұрақты табысқа іліне аласыз. Осының барлығы менің сабағымда жеке көрсетіп, айтылып, барлығы түсіндірілген. Және де мен сізге 3 каталог берем. Тұрақты түрде, егер сіз осы курсты алып, ары қарай білімімді дамытамын, мен жұмыс жасаймын, мен бір орында тұрғым келмейді, мен табысқа шыққым келеді десеңіз, мен сізге 2 каталог берем. Сол 2 каталогтың ішінде сізге өте күшті мүмкіндіктер бар. Сіз алтын саласында берекелі табыстың көзін тауып, тұрақты табысқа іліне аласыз. Және осы курсты, осы тегін сабақты көргеніңіз үшін мен сізге бір оптовый группа беретін боламын контактысын. Ол менің өзімнің оптовый группам. Мен сол жерде өзімді күнделікті алтындар салам. Сол алтындарды алып, жұмыс жасауға ол да мүмкін. Ал жоқ, маған бір оптовый группа жетпейді, мен білімімді дамытамын, мен жұмыс жасаймын десеңіз, онда мен сізді өзімнің сабағымда күтетін боламын.